Тәтті сүйгіш сұлулар болса, міндетті түрде бағалайтын болады, және де витаминді пирог. Ең алдымен бір ыдысқа осылай ұнды құйып аласыздар да, үстіне жұмыртқаны осылай бөліп саласыздар. Үстіне қопсытқышты, яғни разылғетелді қосасыздар да, кейін шекерді саласыздар. Және де бөлме температурасында тұрған осындай сары майды салып, қолмен видеода көрсетілгендей етіп теста дайындайсыздар. Қыздар, дәл бұл жерде мен 3 пирогқа арналған теста дайындадым. Сіздерге төменге бір тестаға ғана грамм жазып кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Холодильникке қамырды жарты сағатқа қойып аласыздар да, жарты сағат болмаса да бір 5-10 минутқа. Кейін дәл осылай алып жая бересіздер. Он сеуіп жайсаңыздар да болады, немесе пергаментке дәл осылай аст үстіне қойып тұрып жайып алсаңыз да болады. Кейін осындай осы ирелек ыдыс болсын, домалақ, тегіс ыдыс болсын, кез келген пирог жасайтын ыдысқа салып аласыздар. Менікінде көріп тұрсыздар, шеттері үзіліп кеткен, ол ештеме қылмайды, бұл ешқандай капризный, талғампаз қамыр емес, жай ғана осылай жанына жабыстырып жасай бересіздер. Бір жасағаннан шығады, кез келген адам жасай алады. Дәл осылай форма жасағаннан кейін, достар, үстіне вилкамен тесіп шықсаңыздар болады. Негізі вилкамен теспесеңіздер де бола береді. Қыздар, егер осы видео ұнап жатса, лайк қойыңыздар, және де каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Енді үстіне салмасына, яғни осындай жаңғақтың кез келген түрі, мейіз болсын, курага, кешу, қайсысын жақсы көресіз? Фисташка болса фисташка. Кейін үстіне осындай сгущенка, Деф фирмасының сгущенкасын құясыздар да, осыны пеште пісіріп алсаңыздар, дайын. Қыздар, каналға жазылып кетіңіздер, осындай оңай рецепттер көп болады менде.